Жылы жүрек, нұрлы ақыл. Сәбит Мұқановтың Шоқан Уәлиханов пьесасы драма театрында қойылатын болып, Шоқан рөлін ойнау міндеті маған жүктелді. Пьесаның дайындығы жүріп жатыр. Рөлді әуелі стол басында ойнаймыз. Сәбең театрға жиі келіп тұрады. Бір күні кезекті дайындық аяқталған соң Сәбең маған жақындап келді. Нұрмұқан, қолың бос болса менімен жүрші деді. Үлкен кісі ғой, айтқан соң не амал бар. Сәбең мені ертіп үйіне әкелді. Өзінің жұмыс кабинетіне өткізді. Шкаф тартпасынан бір қолжазба шығарды. Соны маған ұсынып тұрып, мынаны қазір осы кабинеттен шықпай оқы, бітірген соң сөйлесеміз деді. Бұл 18 жасар Шоқанның күнделігі екен. Мен құныға оқып шықтым. Сәбең келіп, қалай екен деп сұрады. Бұл азаматтың қоғам қайраткерінің жазғаны ғой дедім. Сені ертіп әкеліп бұл күнделікті оқытқанда сен осыны түсінсін деп едім. Ақыл айту жеңіл, істеу қиын. Мен Шоқанды мақтасам, ол менің мақтауым болып шығады. Оның өмірімен, еңбегімен танысып шығармаларын оқу арқылы арманын ұқсаң, ол өз ұғымың болады. Сен Шоқанға Ипполитке қызған офицер деп қарама, ел үшін өмірін сарп етіп, шарқ ұрған азамат деп қара. Менің Шоқан бейнесіне қызығуым да осы себепті. Мен Шоқанды жазып шықтым. Оған жан бітіріп, тірілту енді сендердің міндеттерің, сенің шаруаң деген екен. Сәбит Мұқанов.